Менің есімім Шырақ. Мен сақ дәуірінде өмір сүрген қарапайым малшымын. Алайда менің атымды ұрпақтарым 2,5 мың жылдан кейін де еске алып жүреді. Біздің заманда Дарий деген парсы патшасы өзінің 700 мыңдық әскерімен біздің жерге басып кіреді. Менің ауылым олардың жолында бірінші болып тұрды. Парсы әскері адамдарды аямай қырып салды. Сол ұрыста менің сүйікті жұбайым да қаза тапты. Сол кезде мен жұбайым үшін кек қайтарамын деп ант бердім. Әскери кеңесте Дарийдің әскерін жалғыз өзім барып қайтарамын деп жоспарымды ұсындым. Тек мен қайтыс болғанда балаларыма қамқор болыңдар деп жолға шықтым. Құлағым мен мұрнымды кесіп тастап, Дарийдің әскерінің алдынан шықтым. Бұл сақтар мені қинап, осындай хәлге жеткізді. Енді олардан кек алу үшін сіздерді қысқа жолмен олардың отырған жеріне алып барамын деп алдадым. Бірақ мен оларды ең ұзақ жолмен жетектеп, ақыры шөлдің ортасына алып келдім. Аштық пен шөлден Дарийдің жарты әскері қырылып қалды. Маған ызаланған Дарий менің басымды шауып тастады. Алайда осылайша мен өзімді құрбан етіп, өз халқымды сақтап қалдым. Дарийдің әскері кері айналып қайтуға мәжбүр болды. Ұрпақтарыма айтарым, өз елі үшін ерлікке дайын батырлар бар болғанша, елдің ертеңі де бар. Тіпті бір малшының өзі 700 мыңдық әскерді жеңе алады. Сенің де қолынан барлығы келеді деп сенемін.